орта ғасырда жазылған Ибн Халдунның Мұқаддима кітабымен таныстыруды ары қарап жалғастырамыз. Орта ғасырдағы жағрафия ғылымына қатысты ақпараттармен бөлісіп жатқан болатын автор. Алдыңғы видео сабақтарда құрлықты қоршап тұрған теңіздер, олардың атаулары, олардың ерекшеліктері туралы таныстырған болатын. Бүгін автор тағы да ерекше ақпараттармен бөліспек. Олардың бірі, автордың айтуы бойынша, теңіздердің барлығы бір-бірімен жалғасқан, яғни тар бұғаздар арқылы бір-бірімен байланысқан болатын деп түсіндірген болатын. Ендеше өзге теңіздерден ерекше тағы бір теңізбен таныстырмақшы. Солтүстікке қарай Дайлам жұртынан басқа теңіздерге жалғаспайтын тағы бір теңіз бар. Ерекшелігі басқа теңіздермен жалғаспаған, яғни ғылымда теңіз деңгейі деген түсінік бар. Яғни барша теңіздің деңгейі бірдей, өйткені бір-бірімен жалғасып жатыр. Ал өзгелерден ерекшелігі бар теңіз бар, ол басқа теңіздермен жалғаспайды дейді. Ол Журжан теңізі. Бұл Журжан мен Табаристан теңізі деп аталады дейді. Бұны Журжан теңізі, Табаристан теңізі деп атайды дейді. Оның ұзындығы 1000 миль, ені 600 миль. Ол теңіздің батысында Әзербайжан мен Дайлам жері, ол теңіздің шығысында түріктер мен Хорезм жері. Оңтүстігінде Табаристан, солтүстігінде Хазарлар мен аландардың жері орналасқан. Яғни бұл айтып жатқаны біздің Каспий теңізі. Каспий теңізі басқа теңіздермен байланыспаған, қосылмаған. Бұл теңіздің атаулары туралы осындай орта ғасырдағы ғылымға белгілі ерекшеліктермен таныстырды. Сосын автор айтады, бұл теңіздер дейді. Яғни жоғарыда айтылған Атлант мұхиты, Жерорта теңізі, Үнді мұхиты, жаңағыдай құрлықтарды қоршап тұрған барша теңіздер дейді. Барша жағрафияшыларға арасында өте машһүр саналады. Бұлардың барлығы жалпы ғылымда белгілі нәрсе дейді. Дариялар туралы айтады. Сосын танымал географтардың айтуы бойынша жер бетінде көптеген дариялар бар дейді. Олардың бірнешеуіне тоқталатын болсақ, ол Ніл, Фарат, Дәжла, Жейхун дариялары дейді. Яғни Балх дариясы дейді, Жейхун дейді. Ніл дариясымен таныстыратын болсақ дейді, Ніл дариясы экватордан 16 градустық аймақта бірінші климаттың 4-ші бөлігінде орналасқан үлкен таудан бастау алады дейді. Бұл үлкен тау Хомор тауы деп аталады. Жер бетінде мұндай биік таулар кемде-кем, яғни бұлардың саны аз, биік таулардың саны аз. Хомор тауы, бұл Хомор тауынан көптеген бұлақтар бастау алып, сол бастаулардың кейбірі бір көлге, кейбірі екінші өзге көлге барып құяды дейді. Яғни бұлақтар шығады, шыққан соң екі көл бар. Біреуі, біріншісі, екіншісі деген сияқты екі көл бар дейді. Осы екі көлден өзендер ағып шығып, олардың баршасы таудан 10 күндік қашықтықта жайғасқан келесі бір көлге барып құяды. Осы көлден екі өзен ағып шығады. Екі өзен екі бағытқа қарай жылжиды дейді. Біріншісі өзен дейді, оңтүстік бағытына қарай жылжып, Нубия жұртынан өтіп, Мысырға келіп жетеді. Мысыр жерін кесіп өтіп, бірнеше тармақтарға бөлінеді. Осы тармақтарды жергілікті халықтар өзендер деп атайды дейді. Олардың баршасы Искандариядан жерінен өтіп, Рим теңізіне құяды, яғни Жерорта теңізіне құяды. Бұл жаңа Нілді таныстырады. Бұл дарияны Мысырдың Нілі деп атайды. Ол шығыста, шығыс жағыны, бұның шығыс жағы Мысыр, жоғарғы Мысыр, шығыс жағы жоғарғы Мысыр, ал батысында оазистік аймақтармен шектеседі. Шөлді аймақтар. Екінші дария дейді, екінші бағытқа кеткен дария батыс тарапқа бұрылып, турадан тура ағып,
қамтып тұрушы теңізге барып құяды. Яғни қамтып тұрушы теңіз деп жатқаны бұл Атлант мұхиты. Ол дарияны Судан дариясы деп атайды. Оның екі жағалауында, екі шетінде, жағаның оң жағы, сол жағы қара нәсілді, қара тәнді халықтар өмір сүреді дейді. Фарат дариясымен таныстыратын болсақ дейді, Фарат Арманстанның Хидат шаһарындағы бірнеше бұлақтардан бастау алады. Ол оңтүстікке қарай ағып, Масул, Әзербайжан мен Бағдадты өтіп, Бозита жеріне жетеді. Бұл жерде бірнеше тармақтарға бөлінеді және барлық бөліктері Басра көліне барып құяды дейді. Және одан кейін Парсы теңізіне жалғасады дейді. Дажла дариясымен таныстыратын болсақ дейді, Фараттан шығысқа қарай жайғасқан дейді. Дажла дариясы Фараттан шығыс жағында орналасқан. Ол дарияға екі сағасынан өзге өзендер келіп құяды. Фарат пен Дажла арасындағы аймақ Жазира деп аталады, яғни арал деп аталады. Бұл арал Шам, Масул және Әзербайжанды қамтып жатыр дейді. Фарат дегені Ефрат өзені, Дажла дегені Тигр өзені. Екі өзендері. Ары қарай Жейхун дариясы дейді. Жейхун дариясы Баллах жерінде дейді. Үшінші климаттың 8-ші бөлігінде орналасқан көптеген бұлақтардан бастау алады. Жол жөнекей дарияға үлкен өзендер келіп қосылады. Дарияның солтүстік батысқа қарай ағып отырып, оңтүстіктен солтүстік батысқа қарай ағып отырып, Қорасан аймағы арқылы Хорезмге өтіп, 5-ші климаттың 8-ші бөлігінде орналасқан Гурганч көлі, яғни Хорезм көліне барып құяды. Бұл көл Гурганч шаһарының жанында жайғасқан. Көлдің ені мен ұзындығы 1 айлық жол қашықтық шамасында, яғни ені мен ұзындығы өзара тең шамада. Түріктер жұртынан бастап ағып келетін Ферғана, Шаш дариясы деп атқан жерде Ташкент өзені дейді, бұл Сырдария. Осы теңізге барып құяды. Жейхунның дариясының батысында Хорасан мен Хорезм, ал шығысында Бұхара, Термизи және Самарқанд қалалары орналасқан. Бұл жерден, яғни Амудариядан бастап, ары қарай түріктердің мемлекеті саналады. Ферғана, Ғузлажилер жұрты және басқа халықтардың жерлері бар дейді. Осылайша автор бізге теңіздер, өзендер, дариялардың үлкендерімен таныстырды деді. Бұл жоғарыда аталған теңіздер, дариялар, бұлардың баршасы Птолемей өз еңбегінде Шариф әл-Адриси Роджер атты кітабында атап өткен. Яғни бұл географиялық атаулар баршасы ертеден, жағрафия ғылымында ертеден бар деп тұр. 14 ғасырда жазып жатса, одан да бұрын болған деп. Жердің барша таулар, теңіздер, дариялар картасында бейнеленген, әрі жағрафияда жеткілікті қарастырылған. Бізге бұл тақырыпқа егжей-тегжейлі тоқталу шарт емес дейді. Себебі біздің негізгі тақырыбымыз дейді, осы Марокко аймағындағы халықтардың жайы болып саналады дейді. Бұл кісі өзі негізі мұқаддима деген, кіріспе деген мағына береді. Бірнеше том тарих жазған, соған кіріспе ретінде осы еңбекте жазған болатын. Алла тағала өзі тура жолға бастағай дейді. Келесі